жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің электропатрулі қалалық мектептерге сапарларын жалғастыруда. Түсіндірме жұмыстарының барысы жөнінде Ақтөбе қалалық электр желілері басқармасының басшысының орынбасары Сұлтанбек Мұхтарович баяндайды. Қазіргі таңда энергосистема жауапкершілігі шектеулі серіктестік тарапынан жазғы демалыс кезіндегі электр қауіпсіздігі ережелері туралы мектептерге түсіндірме жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бүгін, яғни 22 мамырда жоспар бойынша оңтүстік-батыс ауданындағы мектептерді аралау үстіндеміз. Осы жұмыстар барысында оқушыларға қауіпсіздік ережелері туралы бейнеролик көрсетіліп, ақпарат берілді. Оқушылар осы тақырыпқа қызығушылықтарын көрсетіп, белсенділік танытты. Энергосистема электропатруль еске салады. Құрметті ата-аналар, оқырмандар, жаз мезгілі балалардың өз бетінше көбірек уақыт өткізетін кезеңі. Сол себептен де балалардың қауіпсіздігі үшін сіздерден электр қауіпсіздігі ережелері жөнінде балаларыңызға түсіндірме жұмыстарын жүргізулеріңізді сұраймыз. Электр қауіпсіздігі ережелері жөніндегі толығырақ ақпараттар мекеменің ресми энергосистема 04 парақшасында жарияланған.